Уәлиев Хусайын Хасенұлы, инженер-металлург, техника ғылымдарының докторы, Қаныш Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің профессоры, бірқатар ғылыми ұйымдардың Еуропа кеңесі халықаралық кадр академиясының, Евразия халықаралық экономикалық академиясының, халықаралық ақпараттандыру академиясының, Қазақстан Республикасының жоғары мектебінің ғылым академиясының академигі, Қазақстан Республикасының білім беру саласының құрметті қызметкері, Әулиекөл ауданының құрметті азаматы, Семиозер ауданының, қазіргі Әулиекөл ауданында туған. Хусайын Хасенұлы Қостанай облыстық мәслихатының депутаты, Қазақстан Республикасы парламенті сенатының Қостанай облысынан депутаты, Тәуелсіз мемлекеттер достастығының парламентаралық ассамблеясының әлеуметтік саясат және адам құқықтары жөніндегі тұрақты комиссиясының мүшесі болып сайланды. Хусайын Хасенұлы құрмет орденімен Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл, тыңға 50 жыл мерейтойлық медальдармен, Ахмет Байтұрсынұлы атындағы медальмен, сондай-ақ шет елдердің медальдармен қоғамның зияткерлік дамуына, жоғары білім беруді дамытуға қосқан жеке үлесі үшін стратегиялық менеджмент номинациясы бойынша өнеркәсіптік өндіріске жәрдемдесу қауымдастығының үлкен алтын медалімен және Украинаның мерейтойлық медальмен марапатталған. Оған Кембридждің өмірбаяндық орталығының тізіміне есімін енгізе отырып, әлемнің жетекші педагогі, инженерлік жоғары оқу орнының Европалық педагогі атақтары берілді.